Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, қайырлы футзал кеші құрметті көрермен, Q-лига телеарнасы және Қазақстан футзал қауымдастығының YouTube арнасы тікелей эфирінде футзалдан Қазақстан чемпионаты. Бұл Абай арена және дәл осы спорт кешенінде Семей Атырау арасындағы матчты біз тамашалаймыз. Семей командасының құрамы Дави Мендонса клубына тоғыз көмектесе алмайды сарығаздың көбіне байланысты дисквалификацияда, ал бұл Жақсылық Байсариевтің ұжымы. Атырау кеше осы маусымдағы пас беруде қателік. Феррау алға ұмтылды, жақсы мүмкіндік, соққы және бұл гол. Гол Семей. Бұл Феррау. Жылдам гол соғылды. Бүгінде бұл жабылшы көзге түсіп отыр. Тағы да қарсылас қақпасына гол соқты. 1-0. Жеңіске жету керек. Бұл әрине түсінікті. Қорғаныстағы қателік, бұл жерде соққы, гол, есеп 2-0. Жоқ жерден Атырау командасының қорғаушылары қателесті. Нұрболат Батырхановтың доптан айырылған сәтінен кейін міне Семей есепті 2-0-ге жеткізіп отыр. Тамаша. Қорғаныстағы қателік. Ол доптан айырылды. Енді Семейдің жылдам қарымта шабуылы. Фол болса да шабуыл жалғастыруға болады. Сонымен ортаға қарай пас. Жоқ, соққыға ұқсады бұл доп. Және осылайша сарығаз көрсетіле ме екен? Немесе өз қақпамызға гол өткізбедік. Алыстан соққы. Атантаев. Мұқият ойнады. Ал қауіпті жағдай. Қазір же соққы бар. Қарменов. Ұрыптал сәттен ол соғған жоқ, бірақ міне соққы бола ма екен? Жоқ, пас. Енді мүмкіндік бар. Соққы, гол. Гол. 3-0. Керемет комбинация және Кандидо. Есепті міне алғашқы тайм аяқталам дегенше 3-0-ге жеткізіп отыр. Семей Атырауды міне ой сұрата. Арисон. Допты тоқтатылмады. Бос қақпа. 4-0. Семей кешегі нәтижені міне алғашқы таймда. Екінші таймда да тағы да 4 гол соғуға тырысады. Алыстан соққыда болды міне. Сол себепті де семейліктер өзінің Дәрбай. Бұл жерде керемет пас. Дедезиньо үлгере ме екен? Үлгерді. Топ әлі де алаңда. Ойында соққы, қақпа бағаны. Бұл жерде Атырауда 5-ші голдан аман сақтап қалды. Родригиньо. Енді соққы, қақпа бағаны, тағы бір мүмкіндік. Ол соққы биік кетті. Габриэльдің алаңнан қуылғанына 2 минут өтті. Шыңғыстан өтті, бірақ артында тағы бір қорғаушы тап болды. Есен Аманов. Дедезиньо. Соққы. Гол! Дедезиньо есепті 5-4-ге жеткізді. Тамаша. 5-0. Дәрбай мүмкіндік, соққы. Ой, қорғаныстағы қателік. Дәрбай. Ортаға пас, бірақ тура жетпеді. Семей құрамда шығып отыр. Гол! Атырау. Семейден Абай аренадан голсыз қайтпайтын болды. Абырой болғанда атыраулықтарда. Бір ғана секунд қалды және осылайша бізде матч аяқталды. 5-1. Жалпы есеп 9-1 болып отыр. Семей өзінің мықтылығын, үстемдігін дәлелдеді. 2 ойында 6 ұпай. Ал Атырау болса 2 матч қатарынан жеңілді.
Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала.